Сумен ашығудың біз білмейтін пайдасы. Сумен ашығу туралы аз айтылып жазылып жүрген жоқ. Десек те көп адамдар осындай арзан әрі қол жетімді денсаулықтың нығайтудың тәсіліне көп көңіл бөлмей жатамыз. Бүгінде белең алып кеткен жүрек, қан тамыр аурулары, рак, асқазан, стресс, басқа да дерттің бәрі осы дұрыс тамақтанбаудың салдарынан болып отыр. Бұны біз білсек те, бірақ мойындамаймыз. Сонымен ашығу дегеніміз миға салмақ сала отырып шынықтыратын керемет іштей бір әдіс болып табылады. Ашығу кезінде қандай жағдайлар болады? Адамның санасы керемет жетіледі. 3-7 тәулік ашығу кезінде ойлау қабілетіңіз артады. Сана сезіміңіз оянады. Дұрыс-бұрыстай бастайсыз. Кітап оқысаңыз мазмұны миыңызда жатталып қалады. Ертеде болған оқиғаны, ұмытқан жерлерді, есімдерді, ұмыт болған заттарды есіңізге оңай түсіретін боласыз. Ашығу сонымен қатар ішектегі ағзадағы улы заттарды, дәреттің жүрмеуі сияқты келеңсіз салдарлардың бәрін алдын алып, қан ауруы, сусамыр, қан түтікшелерін бітеліп қалу сияқты аурулардың алдын алады. Ашығу кезінде иммунитетіңіз сіздің көбейеді. Себебі қан тамырларыңыздың түтікшелері ашылып, жағдайы жақсара түседі. Яғни қартаю ағымын алдын алатын боласыз. Сонымен ашығу әрлендіргіш. Ашығу сыртқы келбеттегі түрлі химиялық қоспаларды, түрлі химиялық жағдайларды әсерлерінен сақтайды. Яғни ашығу арқылы сіздің теріңіз нәрлендіріп, метаболикалық процеске түсіп, жаңара түседі. Сонымен ашығу қандай ауруларға пайдалы? Аштықпен емдеу профилактикалық құрал ретінде жүрек, қан тамыр аурулары, асқазан, ішек, буын, тыныс жүйелері, қант диабеті, соқыршектің қабынуы, бауыр қабынуы, гепатит, гастроэнтерит, ревматизм, семіздік, шор буын, әлсіздік, ұйқысыздық, бас сақинасы, өпке қабынуы сияқты көптеген түрлі ауруларға ем болып табылады. Мен сізге бұл аурулардың тізімін жіберетін боламын. Сонымен үздіксіз ашығу миымызға шынығу әдісі болып табылады. Ми негізі 5 орталықтан тұрады. Түйсік, қозғалыс, сөйлеу және есту, көру орталығы. Ашығу кезінде осы 5 орталығыңыз да активті жағдайға түседі. Негізі ашығу кезде адамның нервтік клеткалары дұрыс қалыпқа келе бастайды. Себебі асқазан мен ми өте байланысты. Ашығу кезіндегі сіздің энергияңыз мидағы ойларды қорытуға кетеді. Ал тамақ жеген кездегі энергияңыз, мидағы энергия тамаққа кетеді. Сондықтан энергия қалыбыңыз жай кездегіден қарағанда 10 есе артық болып тұрады. Сонымен ашығу ескілердің орнына жаңа синтезделген молекулалар әкеледі. Ескілердің көзін жою үшін өзінің процесі жүріп жатады. Осы процесте алуан түрлі қоқыстар ыдырайды. Аптасына 1 рет ашығудың өзі жүрек талма ауруларын 40% төмендетеді. Ашығу, мысалы, ұлтабардың, яғни поджелудочная железа бар ғой, соның қызметін реттейді, өте жақсы әсер береді. Ауырған кезде еш нәрсеге тәбет тартпай қалады. Бірақ көп адамдар жоқ, сен тамақ іш, сен әлденіп алуың керек деп, ол адамды қинап тамақ ішкізіп жатамыз. Шын мәнінде ол кезде ол адамның энергиясы тамақ қорытуға емес, өзін-өзі, яғни өз-өзін қайта қалыпқа келтіруге жұмсалу керек еді. Ашығу кезіндегі, мысалы, тауықтың сорпасы дейміз, еттің сорпасын ішіп ал деп жатамыз. Яғни ауыр сорпалар, бұлар керісінше адамға күш береді деп ойлаймыз, бірақ шын мәнінде ол күш береді ме? Ашығу кезінде адам өз күшін өзінің ішкі белоктарынан алып, өңдеп, қалыпқа түсу процесін жасайды.
Мысалы сусамырмен ауырған адам ашыға бастаса, мөлшермен 3 күннен кейін аяғының ауырғаны басылады. 1 аптадан кейін тершеңдігі жоғалады. Тәбетін бақылап 7-10 күннен кейін тәбетін бақылап жүретін болса, оның қантының деңгейінің түскенін байқайды. Адамды 1 айдан кейін танымай қалуыңыз да мүмкін. Эксперттердің айтуынша, ашығу кезіндегі жеңіл стресс сіздің организміңіздің иммунитетіне жақсы әсер беріп, түрлі рак ауруларының алдын алады екен. Ашығу туралы бұрынғы бізге дейінгі ғасырлардағы біздің ойшылдарымыз Египет, Вавилон, Индия, Парсы, Қытай, Тибет, Греция, Рим сияқты елдердің атақты ұлы ойшылдары көп қолданатын әдістерінің бірі болып келген. Мысалы Сократ, Платон тәрізді философтарымыз 10 тәулікке дейін, тіпті 40 тәулікке дейін ашығып жоғарғы ой шеңберіне жете алған. Мысалы медицинаның әкесі Гиппократ ауруларға көбіне ашығу тәсілін ұсынған. Оның айтуынша, 1 күн дәрі ішкеннен гөрі 1 күн ашығып емделген дұрыс. Ньютон, Руссо, Лев Толстой тағы да басқа көптеген ақылмандар осы тәсілді көп пайдаланған. Мысалы Людвиг Карнара жас кезінде өте толық кісі болған. 40 жасында қиын жағдайға ұшырап, толықтықтың арқасында түрлі дерттер меңдеп алғаннан кейін амал жоқ ашығу процесіне жүгініп, 96 жасқа дейін еркін өмір сүре білді. Негізі ашығуды Мәскеу кезінде Юрий Николаев деген ғалым зерттеген. Ол 25-33 күнге дейін өзінің ауруларын ашықтырып, емдеп, 3000-нан аса ауруларды емдеп шығарған. Ол кісінің «Голодание ради здоровья» денсаулық үшін ашығу атты кітабы 1973 жылы жарыққа шығып, бүкіл шет мемлекеттерге тарап кетті. Яғни Николаев өзі бұл әдісті пышақсыз емделу жолы деп атап көрсетті. Американдық Пол Брек деген атақты тұлға, дәстүрлі емес медицинаны жақтаушысы, ол «Чудо голодания» деген кітабында 3-7-10 күнге тек сумен ашығу арқылы барлық ауруларынан құтылып, 95 жасқа дейін кәртеймей өмір сүре білген. Бірақ ескерту, ашығуды әлсіз болып ауырып жүргенде емес, ауырмай тұрып стану да маңызды. Себебі ашығу кезіндегі жағдай сізге энергия әкелмейді, дұрыс па? Ашығу кезінде сіз өзіңізді әлсіз сияқты сезінесіз. Яғни бойыңыздағы қуат сыртқа ішіңізден энергия шыға бастайды. Сырттан энергия алмайсыз. 1 күнге ашыққанның өзінде сіз 1 апта жасай алмай жүрген ісіңізді жасап кететін боласыз. Ашығудан кейінгі зарядталған клеткалар мөлшері адамды өздігінен бір нәрсе жасауға итермелей бастайды. Бұны сіздер ашыққан кезде, сумен ашыққан кезде байқайсыздар. Сонымен, адам ашығу кезінде ойын бақылауды ұстай алмай қалам деген түрлі қорқыныштар болуыңыз мүмкін. Қандай болады, не болады деп. Осы ойлар негізсіз болып табылады. Себебі қандағы глюкоза мөлшеріңіз 84 сағатқа дейін қалыпты тұра береді. Ашығу кезінде қорқыныш ол тек сіздің, яғни біздің мидағы қорқыныштар, үйреніп қалған гендегі әдеттеріміз. Сондықтан осы қорқынышты жеңіп, біз сумен ашығып көруіміз қажет. Яғни сіздің адамның миы түрлі кез келген жағдайға бейімделе береді. Ашығу неге көмектеседі? Ең алдымен ағзаңыздағы иммундық қуат көбейеді. Бұл қуат бойыңыздағы барлық ауруларға қарсы тұратын адам денсаулығын қорғайтын қуат болып табылады. Ағзаңыз тазарады. Ас қорыту сияқты ауыр бейнеттен құтылған ағзаңыз уже уайым қайғыдан арылып, жүйкеңіз тыныштыққа ұшырай бастайды. Ашығудың бір үлкен пайдасы, 1 күнгі ашығудың өзінде ағзаңыз 3 айға дейін жасарады. Яғни неғұрлым көп ашықсаңыз, соғұрлым жасара түсесіз. Артық салмақтан зардап шегіп жүрген кісілер ашығудың үлкен нәтижесі бойдағы жиналған майдан ешқандай диетасыз, ешқандай артық істерсіз салмақтан құтыла бастайсыз. Қандай су ішкен жөн?
Ашығу да буландырылған бұлақтың суын ішкен дұрыс болады. Қайнаған суды немесе краннан алынған суды пайдалануға болмайды. Краннан алынған суды фильтрден өткізіп бөлме температурасында ішкен де жарайды. Минералды суды ішудің қажеті жоқ. Қала пәтерлерінде суды мұздатқышқа салып, мұзды ертіп, бөлме температурасында жылы деңгейге келтіріп, ортасындағы мұздың кристалданған шетін алып тастап, ішетін болсаңыз, су ағзаңызға оңай сіңетін болады. Сумен ашығу кезінде жасамау керек әрекеттер: суға бал және жеміс шырын араластырып ішпеу, шай, кофе, басқа сусындар ішпеу. Себебі ашығу кезінде ағзаларыңыз тазаруға, артық майды жоюға көмегін тигізбейді. Бұндай сусындар ішкен кезде асқазанда сөл бөлініп, қорыту белсенділігі сақталады. Осындай сусындар ішкен кезде жүйкеңіз шығар, бас ауруыңыз пайда болуы мүмкін. Негізі ашығу аптаның бір күні орындалғаны жақсы. Сәрсенбінің кеші 8-ден жұманың таңғы 5-6-ға дейін 36 сағаттық ашығуды жасап отырсаңыз, бұл сізге организмге өте пайдалы жаттығу болып табылады. Ашығудан қалай шығамыз? Ашығу мерзімі біткен соң бірден етті, майлы, күшті тағамдарды жеуге болмайды. Жеміс, көкөніс сияқты салаттарды жеу маңызды. Жеңіл тағамдар тұтынуыңыз керек. Қанша күн ашықсаңыз, сонша күн жеңіл тамақ тұтыну керек. Ашыққаннан шыққан кезде етті, майлы, жаңағы іріншік, сүт сияқты, балық, жаңғақ сияқты ауыр тағамдарды тұтынбаймыз. Сонымен бірге бұл уақытта тәтті сусындар мүлде ішуге болмайды. Көп адамдар осындай ашығып келіп, ашығудан шығу кезінде қателіктер жасап жатады, яғни дұрыс шықпай жатады. Осы ашығудан шығу сәтіңіз өте маңызды. Естеріңізге сақтап алыңыздар. Ашуға болмайтын жағдайлар: энцефалопатия, ми жүйесінің әлсіреуі, дене әлсіреген кезде, соматикалық аурулар қабынғанда, қатерлі ісік белең алған кезде, жүректің ишемиялық аурулары, бүйректің органикалық аурулары, қан айналу мен тыныс алу жолдары бұзылғанда, өткір құрт аурулары, өкпе, туберкулез, зоб, полиартрит аурулар кезінде ашуға мүлде болмайды. Ашыққан адам бастапқы 2-ақ күн қиналады. Өзім басынан өткізгем. Одан кейін күн сіздер өздеріңізді жеңіл сезіне бастайсыздар. Өйткені сіздің денеңіздің сезіну қабілетіңіз күшейеді. Ашығудың 5-ші күні әлсін тамаққа деген тәбетіңіз тартады. Сіз тіпті күнделікті жеп жүрген тағамыңызға, майлы тағамдарыңызға тыжырына қарайтын боласыз. Қалай мен бұл организм қабылдаған деп, организміңіз соншалықты сезімтал болып кетеді. Тамақтың өзін таңдап жейтін жағдайға жетеді. Яғни табиғи қалыпқа келесіз, денеңізді жеңіл күйде жалғасын табады өзіңіздің ашығу процесіңіз. Сонымен ашыққан кезде ауыздан жағымсыз иістің пайда болуы, тілдің өнезденуі, тамырдың суы 120-ға дейін жетіп, 40-қа дейін түсіп, жиі құсу, бас айналу, түкіріктің жиналып қалуы, әлсіздік болуы сияқты тамақтың жыбырлауы, тоңып жаурау, шөту белгілер болса, қорықпаңыздар. Себебі ағзаңыз толықтай тазару үстінде деген сөз. Тіліңіздің ұшыңыздағы сары немесе ақ түйіршіктер жоғалып кетеді. Одан қорықпаңыздар. Сілекейді түкіріп тастап отыру керек. Улы заттар денеңізден шығып жатыр, сілекеймен бірге. Ашығушыларға кеңес: ашық ауыр алдында тамақ жеуден көп бой тарту керек. Ең дұрысы кешкілік сүзбе, көкөніс салаты, жеңіл желпі салаттар жеуіңіз керек. Ертеңіне таңертеңнен бастап кешке дейін су ішкен жөн. Бұл бір тәуліктік ашығу. Негізі бірден 24-36 сағаттық ашуға көшуге болмайды. Организмді біртіндеп ашуға көндіруіміз керек. Бірінші сумен ашумен бастаймыз. Осылайша 2-3 күндік сумен ашу арқылы сіз өз организміңізді дәрісіз керемет тазалап алатын боласыз.
Ашығу кезінде көңілді музыкалар тыңдап, серуендеп, физикалық қатты белсенді жұмыстардан аулақ болғаныңыз жөн. Қорыта келгенде ашығу физиология, биохимия, медицина саласының ғалымдары тарапынан көп зерттелген. Бүгінгі күні Германия, Австралия, Жапония, ақш, Ресей секілді бірқатар өркениетті елдерде кеңінен қолданып жүрген әдіс. Қазіргі көп кісілердің эндотоксикоз болып ауырып жүргендері бүкіл мемлекеттің, бүкіл әлемнің 90% осы індетпен іштей улану індетімен ауырып жүр. Бірақ біз өзімізді ауруымызды эндотоксикоздан, яғни осы көп тамақ жеуден екенін біле тұра түрлі дәрілерге жүгінеміз, түрлі химиялық заттар қабылдаймыз. Бірақ осындай аптасына бір рет, айына бір рет, жылына 7-10 рет жасалатын ашуды жасап жүрсеңіз, өзіңізге де айналаңызға да өте пайдалы, оңай, тиімді әдіс екенін біле тұра жасамаймыз. Ашығу туралы тағы да пайдалы ақпаратты келесі постыда бөлісетін боламын.